күшті тұруға қарсыңыздар. Мен болсам эфирға бара жатырмын. Кішкене алып тұрғаным бар. Бүгін бір қызықты эфир болатын сияқты. Енді бір апта бойы сол нәрсе ортада болып жүрді ғой. Енді бүгін жігіттерді көреміз. Бәріңарға туған кеш, наверное, бәріңар ифтарға даярданып отырсаңар керек. Бүгін мамам туған күні. Каждый год, уже третий или второй год, мамам туған күні плюс ифтарды біз мамам подружкалармен тосчубуз. Бирок бүгін где-то час назад бір-екі подружкасы чалып, кое-какие проблемы возникли. Короче, день рождения и ифтар отменился. Сейчас мы с Денежкой в быстром режиме начали готовиться на ужин в честь дня рождения мамы. Вот. Я покажу вам процесс. Ну, конечно, я ничего не буду делать, Денежка будет делать, но я буду помогать. Знаете, оказывается, все мои меня знакомые, близкие знают, что мама очень сильно любит. Қайырлы түн достар, қалайсыздар? Мен бүгін өтерге ұйықтаймын ғой деп осылай дайындалып жатсам, жаңа инстаграмнан көп сообщениялар келіп жатыр да, адамдар айтып жатыр, Маржан ұйықтай алмай жатыр сені ойлап деп ше. Енді ол Маржанның негізі мен ойлап жүргенде бір 2 айдың шамасында болып қалды. Өздеріңіз естеріңізде болса, осы жаңа жылдан кейінгі эфир басталған кезде жаңа қатысушы болып келді, және де сол кезде маған айтқан болатын, мен сенің сазайыңды берем деп та. Енді сазайымды беретін шығар, қашан береді деп күтіп жүргенім 2 ай болды да, бірақ тек қана сөзбен ғана шектеліп қойып жатыр. Және де жаңа менің түрім бар, бойым бар, бір нәрсем бар деп жатыр ғой, айналайын-ау. О нәрсенің барлығы менде де бар, Құдайға шүкір. Өйткені мен Құдай берген нәрсемен, о нәрсемен мен мақтанам да, және де Аллаға шүкіршілікті айтамын. И басқа адамдарды түрмен, боймен мен салыстырмай деген, өйткені ол Аллах жаратқан нәрсе да. Адам мен адамды теңестіретін нәрсе мына жер дейді. Ал сен мына жеріңмен шамалы жұмыс жасап үйрен. Сол кезде ғана маған кеп теңесуіңе болады. Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін менің көңіл күйім күшті болып тұр. Өйткені керемет күшті бір жаңалықтар болып жатыр өмірімде. Негізі байқамасаңыздар, осы соңғы аптада көңіл күйім болмай жүрген болатын. Оған себеп менің бір туысқаным, өте жақын туысқаным қатты ауырып қалды. Одан бөлек тағы да бір ініммен кішігірім бір ситуациялар болып қалды. Соларды уайымдап, солар қалай шешіледі екен, қашан шешіледі екен деген оймен бір басқа ойда жүрген едім. Бірақ та Аллаға шүкір, барлығы оңынан шешілді, бәрі қазір жақсы. Енді көңіл күйім орнына түсті. Бірақ та мынау өз-өзін неге басамай атқан Маржанға күлкім келіп жатыр да, тоқтамай жаза берді екен сторисіне. Барлық өмірін маған арнады, бұл байғұс деп жатырмын да. Айналайын, маған өміріңді арнаған жоқ, өзің өміріңді өзің қызық қылсай, мен де жүрмін ғой, өзім өмірімді сүріп деген сияқты ғой. Азанмен тұра саласың, мен есін алады, түнде ұйықтарда мен есін алады да ше. Осы мен адамдарға таңғаламын, не үшін мені жек көреді негатив деп. Мен айтатыным тек қана шындық, және де оның айтқан сөздерінің барлығы по факту орындалып жатыр. Мысалға айтатын болсам, Перизат пен Нунидің қарым-қатынасында мен Перизатқа басынан бастап айтқам, сенің Нуни статистикаң үшін жанында жүріп, статистикаң біткен күні сенімен қоштасады деп. Ол тура солай болыпты. Және де Ақерке мен Нұржанның қарым-қатынасында тура сондай болды. Оғанда Ақеркеге де айтқан болатын, Нұржан сені проект біткен күні тастап кетеді деген, тура солай болды. Сол үшін мен айтқан нәрсеге не үшін жек көресіңдер, хотя бы шамалы ойланып, қиял болмай, соған қарай вывод шығарып, өздеріңмен жұмыс жасаңдар. Кешеде естіп жатырмын, өзіңмен жұмыс жаса деп көп айтады деп. Мен не үшін айтам, өйткені расымен де жұмыс жасау керек екенін байқағаннан кейін айтам да. Сол үшін жерде айтқым келеді да, маған емес, өздеріңізге ренжіңіздер, өзіңіздің қиял болғандарыңызға ренжіңіздер. Мен тек қана жаным ашқанын айтамын. Қайырлы күн, қалайсыздар? Демалыстарыңыз қалай өтіп жатыр? Мен осындай керемет бір кітапты оқып отырамын. Пельмени қаймақпен, және де оның артынан тез қорытылу үшін, жас қорытылу үшін көк шай ішіп отырмын. Сосын мен қыздар тарапын айта кеткім келеді, бір кеңес болсын. Егер сіздер тәттіні исключать ете алмай жатсаңыздар, шамалы жегілеріңіз келіп жатса, осындай овсяные печеньки алып алыңыздар да. Варенье немесе осындай сгущенкамен шамалы алдап қойсаңыздар болады, бірақ көп мөлшерде емес. Солай ал менімен бірге болсаңыздар, азыр мен осы шай тамағымды ішіп алып, күшті бір жерге барам, шамалы өзімді қолыма алу керек болып тұр. Кешегі болған жайттардан өзімнің жеке өміріме байланысты, туысқандарым ауырып қалды, сондай інімнің бір проблемаға душар болды, сондықтан да сол нәрселердің бәрін әзір шешілгендіктен өзіме енді қарай берсем болады деп қолға алайын деп жатырмын. Сол үшін бір керемет жерге барамыз, ойырса болсаңыздар көресіздер, сәтті күн болсын. Не умею заниматься.
ухаживать. Бәді саған мама бермей қойдың ғой. Verdim. Aa Cungo. Verdim. Tabak salganı mı? Edu. Kana bir kız. Kana. Canım. Kana bir kız. İyi sen ne dedin açım.